Сәлем замандастар, сіздермен заманмен YouTube арнасы. Бұл видеода біз тігін шеберхананың Vibers атты платформаға кіру жайында болады. Біздің тігін шеберхана нарықта 3 жыл болды болғанына. Бұл 3 жыл бойы біраз тәжірибе алынды. Мынандай түсінік бар. Кәсіп алғашқы 3 жылында ең алғашқы мақсаты ақша табу емес. Ең алғашқы мақсаты кәсіптің бар болу. Егер де кәсіп 3 жыл жоқ болып кетпей, жалпы кетпей, егер бар болатын болса, онда оған келешек жоспарларды құрып, жаңа деңгейге шығаруға болады. Келесі, осы 3 жыл бойы біз ниша таңдадық. Киімдердің түрлері өте көп. Біздің таңдаған және қазіргі таңға дейін жұмыс істеп келе жатқан стиль бұл casual стиль, яғни ауызша аудармаған кезде күнделікті киетін киім. Бұл футболка, толстовка, худи, трико, яғни трикотажды матамен байланысты киімдер. Келесі, біздің таңдаған фишка кез келген кәсіптің өзінің бір ерекшеленетін тұсы болады. Біздің ерекшеленген тұсымыз бұл киімде жасалынатын кестелеу, яғни вышивка. Кез келген логотиптің, суреттің, жазудың киімге түсіруге болады. Мысалы, мен үстіндегі киімдегі біздің логотип заман деген. 3 жыл бойы біз жұмыс істеген платформа, Instagram платформасы, бұл социальный сеть, яғни желіде бізге ең алғашқы старт болды. Кәсіптегі киім сату, тауар сату жолындағы біздің ең алғашқы тәжірибе алатын платформамыз болды. 3 жыл нарықта болғаннан кейін жаңа бір демге бізге маркетплейстерға өту керек. Маркетплейстердің түрлері көп. Wildberries, Озон, Каспи, басқа да түрлері бар. Ең алғашқы менің ойыма келген Каспи платформасы. Каспиге регистрация жасап, ішіндегі тауарларға аналитика жасадық. Бірақ та Каспиде киім аса жүре қоймайды. Бұл жерде көбінесе киімнен басқа техника болсын, басқа да нәрселер болсын жақсы жүреді, бірақ киім сәл қиындау жүргіздіру. Келесі платформа бұл Wildberries платформасында аз-маз аналитика жасап, плюстарын және минустарын таразыға салып, осы платформаға тоқтадым. Wildberries'тің қандай тұстары ерекшеленді? Біріншіден, біз киім саласымен айналысқандықтан, Wildberries'те ең үлкен табыс ол киімге байланысты екен. Бірақ та Wildberries'те киіммен бастамау керек. Ең бірінші түсінік бұл Wildberries'те киіммен бастамау керек. Басқа нәрселермен бастаған дұрыс, бірақ киіммен емес. Киіммен тек тәжірибе алғаннан кейін барып кірісу керек. Wildberries'ке регистрация жасап кіреміз, тауарларды алып сату арқылы тәжірибе аламыз, кейін өзіміздің киімімізбен тауарларды сата бастаймыз. Қандай плюстар бар клиентке? Клиент киімді заказ береді, курьер алып келеді, ол киімді көреді. Егер киім оған дәл келетін болса, ұнаса өзіне қалдырып сатып алады. Егер ұнамайтын болса, онда бұл өзіне қалдырмауы мүмкін. Осындай плюс клиентте бар. Мүмкін сол үшін киім жақсы өтеді. Пайымдауым бойынша. Wildberries'те біз қандай әрекеттер жасадық? Ең бірінші регистрация. Алдымен Googleға кіреміз. Google'да Wildberries'тің клиенттік сайтына кіреміз. Wildberries деп жазамыз. Осыны кликать еткен кезде wildberries.ru осындай клиенттік сайт ашады. И войти дегенді басқан кезде осы жерге өзіміздің номерімізді тіркейміз. Негізі ол номерді тіркегеннен кейін сообщение келеді номерге, солай кіру керек. Келесі seller Wildberries, яғни сатушының ретінде тіркелеміз. seller.wildberries жоғары жазғандай. Осындай сотрудничество Wildberries деген ашылады. Бұл жерге біз бағанағы номерімізді тіркейміз. Получить код деген кезде екі түрлі, немесе телефонның өзіне келеді сообщение, немесе бағанағы клиенттік сайтына Wildberries'тің сообщение келеді. Бағанағы профильға кіреміз. И уведомление оң жақ бұрышта болады. И сол кезде
осындай бір код келеді. Кодты копировать етіп жаңағы server.wibers-қа енгізген кезде осындай сайт ашылады. VB партнеры деген регистрация. Регистрацияда мемлекет таңдаймыз. Бізде Қазақстан. Екі түр бар, яғни ТО немесе ИП. Без НДС болса без НДС, СНДС болса СНДС. Екеуін біреуін таңдаймыз. Мысалы ИП, без НДС. Одан кейін бин деген тұсқа өзіміздің иінімізді, ТО болса бині, өзінің бині болады. КПП-ға ештеңе толтырмаймыз. И, соответственно, қысқаша атауы и полное наименование юридического лица қалай регистрация жасалынды, тура солай жазу керек астыңғы тұсқа. Міне осылайша регистрация жасалынады. Регистрация жасау үшін аса қатты қиын нәрсе емес. Юридическое лицо болу керек. ИП болып немесе ТО болу керек. Біздің шеберхана бұл ТО бізге қатты қиындық тумады. Оны ашып дегендей біз бұрыннан бері ТО болып тұрмыз. Ал жалпы негізі осындай ИП немесе ТО болу керек регистрация жасау үшін. Мынандай сұрақ туды. Осы Вайберсте складтар екі қалада ғана бар. Бізде Қазақстанда, біреуі Астанада, екіншісі Алматыда. Біз болсақ Балқаш қаласында тұрамыз. Бізге қиындықтар туады. Тауарды осы үлкен қалаларға жеткізіп салу. Яғни оған ақша кетеді, оған уақыт кетеді дегендей. Сол үшін қандай бұл жерде шешім бар? Арнайы fulfillment деген компаниялар болады екен. Тауарды дұрыстап, упаковкасын жасап, штрих-кодын қойып, складқа апарып беретін. Әрине олар осы қызмет үшін белгілі сома алады. Складтардың басқа қалада болғаны қиын болғанымен шешілетін нәрсе екен. Келесі сұрақ бұл сертификат жайында. Егер де сенің тауарға байланысты сертификатын болмаса, онда сұрақ қалатын болса 24 сағаттың ішінде Вайберске сертификатты беру керек. Көрсетпесең, онда штраф салады дейді. Осы нәрсе тоқтатуы мүмкін, бірақ та YouTube'дағы видеоларды көргеннен кейін, тауарларды сатып жүрген адамдарды естігеннен кейін сертификат керек, бірақ та алғашқы бастауларда тәжірибе алғанға дейін бұл туралы сұрақты көтермесе деуге болады. Мысалы, алғашқы қадамдарда біз басқа бір тауарларды алып сату арқылы әрекеттер жасаймыз. Кейін киімге келетін болсақ, әрине біз тігін шеберханасы, яғни производство, өндіру болғаннан кейін бізге сертификат керек. Сондықтан бұл бізге сертификатты алу маңызды. Себебі мата терімен тікелей байланысады. Бір сұрақ қалатын болса, расымен де сертификаттың қажеттілігінің орны бар. Сертификация қажет, бірақ бұл сұрақты біз кейінге қойып қойдық. Сондықтан бұл сұраққа біз Вайберсті бастағаннан кейін, әрекет жасағаннан кейін қайтып келеміз. Ең соңғысы, енді неден бастаймыз дегенде, осы шеберхананы бастаған кезде көптеген сұрақтар болатын, көптеген сылтаулар болатын. Ең алғашқы жақсы шешім бұл тек бастау. Яғни алғашқы әрекетін жасап, по ходу дела сұрақтарды шеше отырып, тәжірибе жинаймыз және түсінеміз дегендей. Бірақ та Вайберске бұл тактика бұл жерде жүрмей қойсын, қателіктерді алдын алайық деген мақсатпен обучениені жасауға бел байладық. Нақты кімнен обучение аламыз, сол туралы айтпай қояйық. Себебі әлі біз обучение алған жоқпыз. И по ходу дела обучениені өте келе на практике көптеген нәрсені түсініп, қадамдар жасалынады дегендей ой бар. Алғашқы әрекеттерімізді біз міндетті түрде сіздерге көрсетеміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, заманмен бірге бол. Барлықтарыңызға сәттілік.